Тәуелсіздік күні Қазақстандағы басты мемлекеттік мереке. Жер көлемі жөнінен әлемде 9-шы орын алатын, ресми түрде Қазақстан Республикасы деп аталатын Қазақстан 1990 жылы 25 қазанда егемендігін, 1991 жылы 16 желтоқсанда толық тәуелсіздігін жариялады. 16 желтоқсан Қазақстандағы оқиғалар күнтізбегіндегі ең атаулы күн. Өйткені ол ұлттың толық тәуелсіздігімен бостандығын білдіреді. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні еліміздің әрбір азаматы үшін маңызды күн. Тәуелсіздігіміздің тарихын еске алайық. 1991 жылдың желтоқсаны КСРО ыдыраған жыл болды. Кезінде Кеңестік социалистік республикалар одағының құрамында болған елдер егеменді және тәуелсіз мемлекеттер құрды. Олардың қатарында Қазақстан да болды. 1991 жылғы 10 желтоқсанда Республика жоғары кеңесінің сессиясы оның атауын өзгерту туралы шешім қабылдады. Осы сәттен бастап Қазақ Кеңестік социалистік республикасы өмір сүруін тоқтатып, Қазақстан Республикасы пайда болды. Қазақстан Республикасы құрылғаннан бері жаңа мемлекеттің құқықтық негізін қалаған бірқатар құқықтық актілер қабылданды. Оларға Қазақ КСР-ның мемлекеттік егемендігі туралы декларация, Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы заң, 1993 жылғы Қазақстан Республикасының Конституциясы, 1995 жылғы Қазақстан Республикасының Конституциясы жатады. Бұл конституциялық актілер Қазақстанның тәуелсіздігі мен автономиясын жариялады. 1991 жылғы 16 желтоқсанда Қазақстан жоғары кеңесі республиканың тәуелсіздігі мен мемлекеттік егемендігі туралы заң қабылдады. Қазақ Кеңестік социалистік республикасы ыдырағаннан кейін республика өзінің мемлекеттік егемендігін жариялаған посткеңестік кеңістіктегі республикалардың соңғысы болды. Қазақстан мемлекеттік тәуелсіздігін жариялағалы бері мемлекеттік мереке Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнін тойлай бастады. Ол биыл Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 32 жылдығын атап өтеді. Тәуелсіздікке қол жеткізу қазақ халқының тарихымен, оның болашақ тағдырымен, экономикалық және саяси жүйені қайта құрумен тікелей байланысты халықтың еркін, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын білдіру қызметін атқарды. Республиканың барлық дерлік елді мекендерінде жаппай мерекелік шаралар өткізіліп, концерттік бағдарламалар ұйымдастырылып, белгілі өнер, мәдениет, ғылым және спорт қайраткерлеріне салтанатты марапаттар тапсырылуда. Сонымен Қазақстан Республикасы Конституциясының 1 бабына сәйкес, Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады. Оның ең қымбат қазынасы адам, оның өмірі, құқықтар мен бостандықтары болып табылады. Қазақстан Республикасы тәуелсіз мемлекет ретінде құрылғаннан бері, Қазақстан экономикалық және саяси құрылымдық қайта құрудың арқасында экономикада үлкен жетістіктерге жетті. Қазақстан өз аумағын қамтамасыз етіп, оны біртұтас және ажырағысыз деп жариялады. Халықтардың бейбітшілігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ядролық қарудан бас тартты. Қазақстанның тәуелсіздік алғалы жеткен жетістіктері қазақ халқының тұрақтылығының, бейбітшілік пен ұлтаралық келісімнің дәлелі болды. Қазақстанның халықаралық саясаты мемлекетіміздің егемендігі мен тәуелсіздігінің халықаралық кепілдіктеріне қол жеткізуге бағытталған. Шет елдермен достық қарым-қатынас орнату бағытында ауқымды жемісті жұмыстар атқарылды. 120-дан астам мемлекет Қазақстанды ресми түрде мойындап, дипломатиялық қарым-қатынас орнатқан. Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының толық және белсенді мүшесі болып табылады. Сонымен қатар Еуропалық одақ, Еуропалық қайта құру және даму банкі, Халықаралық валюта қоры, МАГАТЭ, Қызыл крест, ЮНИСЕФ және ЮНЕСКО сияқты ең ықпалды халықаралық ұйымдармен ынтымақтастықты нығайтады. Қазақстан 40-тан астам көп жақты және 700-ден астам екі жақты келісімдер мен шарттарға қосылды.
бүгінгі таңда Қазақстан халықаралық аренада танымал болып, әлемдік экономикалық жүйелер арасында өзінің лайықты орнын алды деп сеніммен айта аламыз.